Пісте немесе шекілдеуік. Шекілдеуік шемішкенің ағзаға тигізер пайдасы зор. Ол ағзаны май қышқылдармен толықтырып отырады. Кептірілген пістеде оның құрамындағы барлық дәрумен сақталады. Ал қуырылғаннан кейін оның құрамындағы пайдалы заттардың 90% жойылып кетеді екен. Күнбағыс пістесі тері жасушалары үшін таптырмас дәрумен. Өлі тері жасушаларын тірілтіп, оның жасаруына септігін тигізеді. Атеросклероз, инфаркт миокарды, жүрек қан тамырлары ауруларына, бауырға пайдасы бар. Онда теңдесі жоқ амин қышқылдары бар. Ақ пістенің 100 граммда 540 калорий бар, ал қара пістеде 580. Пістенің құрамында холестерин мүлде жоқ. Ақ пістеде 34%, қара пістеде 20% белок бар екен. Көбіне оны ауыр тағам деп есептейді. Асқазанда қорытылуы жарты сағатта алады. Ал кәуаптың 3,5 сағатта әзер қорытылатынын ескерсек, бұл онша көп уақыт емес. Әрине, қара пісте магнийдің қоймасы деп саналады. Онда қара нанның құрамындағыдан да магний 6 есе көп екен. Ағзада мырыш жеткіліксіздігі болса, аяқ сіңірі тартылып, шаш түсе бастайтыны белгілі. Ал пістеде мырыш көп. Тәуліктік қажеттілігін 1 стакан пістеге алмастыра алады. Ағзада темір жетіспесе, қаназдық, созылмалы шаршау синдромы болатыны белгілі. Құрамында темірі көп ақ пісте соның бәрін қуып шығады. Ол дәмді ғана емес, өте пайдалы тағам. Өсімдік майы мен А, Д, Е дәрумендері мол. Дегенмен диетологтар артық салмақ пен семіздіктен зардап шегетіндерге пісте шағудан бас тартуын талап етеді. Бүгінде пісте шақпайтын адам аз шығар. Зиянды әдет деп есептемесе, пістенің де берер пайдасы мол. Оның құрамында өсімдік майы мен А, Д және Е дәрумені кездеседі. Ол қандағы холестерин мөлшерін азайтып, қартаю процесін баяулатады екен. Шаш пен тырнақтың мықты болуына әсер етеді. Пісте цинк, фтор, йод, кальций, калий мен магнийге, темірге өте бай. Құрамында 25% ақуыз, 35% май және көмірсулар бар. Бұл байлықтарды дән бүкіл қыс бойы өзінде сақтайды. Сол себепті оны табиғи консерві деп атайды. Психологтар адам қатты ашуланған кезде немесе күйзеліс пен депрессияда жүргенде пісте шақса ойы бөлінеді дейді. Сонымен қатар пісте шағу темекіге дейін тәуелділікті азайтып, ұйқысыздықтан құтқарады екен. Пісте жүрек қан тамыр жүйесін реттейді. Бар жоғы 50 грамм пісте ағзаның күшті антиоксиданты. Е дәруменінің күндік қажеттігін қанағаттандырады. Е дәрумені атеросклероз дамуының алдын алады. Жүрек бұлшықеттердің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге жүрек пен тамырларға өте қажет, магнийға өте бай. Сонымен қатар пісте жүрек пен тамырларға пайдалы азық. Егер оны күніне 100 грамм мөлшерінде пайдаланатын болсаңыз, тек атеросклероз ғана емес, миокард инфарктісін да алдын аласыз. Пісте асқазандағы қыжылды басады. Егер сізде тамақтан соң асқазан қыжылы жиі қайталанатын болса, пісте таптырмайтын ем. Жастық пен сұлулықты сақтайды. Күнбағыс тұқымы дәруменді комплекс пен биоөнімдерден кем емес. Құрамында А, Е, Д және В дәрумендері бар. Сол үшін де оны косметологияда жиі пайдаланады. Ол қартаюдың алдын алады, көру қабілетін арттырып, тері, шаш пен тырнақтарға жақсы әсер етеді. Ал жасөспірімдерге безеуді жою үшін шекілдеуіктің көмегі өте зор. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Пісте шағу кезеңін медитациямен салыстыруға болады. Ол жүйке жүйесін тыныштандырады, шешімін таппай жатқан мәселелерді ұмыттырады, депрессиядан арылтады, ұйқысыздықтан құтқарады. Пісте шағу темекіге деген тәуелділікті азайтады екен. Қуаттылығы 100 грамм пістеде 600 калорий бар. Бір жағынан ол құрамындағы магнийдің көптігіне байланысты қуатты тез қалпына келтіруге, ауыр атлетикамен айналысқан кезде бұлшықет массасын қатайтуға және өсіруге таптырмайтын қуат бомбасы екен. Екінші жағынан фильмнің қызығына беріліп 300 грамм пісте шағу адамның бір күндік калориясының нормасымен тең саналады. Сондықтан 300 грамм пісте шағуды жиі қайталау адамның семіруіне себеп болады. Пістенің пайдасымен қатар зияны да бар.
тістің эмалін бұзады, тіс көркінен айырылып қара дақтар пайда болады. Шамадан тыс пісте шаққан адам семіздікке душар болады. Дауысқа керіс әсер етеді. Пістені жиі шағатындар бүйрек пен жүйке жүйесі ауруларына көп шалдығады. Асқазанның ойық жарасы мен соқыр ішекте осы пістеден бастау алады. Өт жолы ауыратын адамдар үшін пісте шағу зиян. Пістені қарт кісілер мен буын ауруымен ауыратын адамдардың көп шағуына болмайды. Қорытындылай келе, осы жайларды таразыға салған мамандар аптасына жарты стақан ғана пісте шағу керек дейді. Одан аз не көп болса денсаулыққа зиян тиюі мүмкін. Сақ болыңыз. Кадмий. Күнбағыстың зияны өсімдікке топырақ, ауа мен судан сіңетін кадмийдің жоғарылығы. Кадмий адам ағзасына кері әсер ететін элемент, бүйрек ауруларын туындатады екен. Сонымен пістені күнделікті тұтыну соқыр ішекке алып келеді. Пістені қабығымен бірге жегенде ғана ол асқазан мен ішек жолдарын ластап, нәтижесінде адам соқыр ішекпен ауыруы мүмкін. Медицина тұрғысынан пістеге деген тәуелділік деген диагнозы тіркелмеген. Сонымен не істеу керек? Пісте шағу керек пе, әлде шақпау керек пе? Құрамындағы дәрумендер, амин кислота, макро және микроэлементтер байлығын есепке алсақ, ол ағзаға пайдалы. Бірақ құрамындағы кадмийді ескере отырып, оны көп мөлшерде тұтынбаңыз. Күніне 50-150 граммнан артық шақпаңыз. Дұрыс қуырылған емес шикі пісте ағзаға пайдалы. Қуырылған кезде пайдасы мүлде болмайтын есте сақтаңыз. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз.